Сәлем. Бірінші сабақта өмірдің айқын жолының алғашқы қадамын жасадық. Бүгін өмір бұл саяхат. Ол жерде біз өзімізді ашамыз. Бұл процесте біз өзгереміз. Сезімдеріміз бен эмоцияларымызды зерттейміз. Біз өзімізді шын мәнінде терең тануға кірісеміз. Бұл сапарда әрине біз түзу сызықпен жүрмейміз. Біз жиі тоқтағымыз келеді. Немесе басқа жолды таңдағымыз келіп-ақ тұрады. Әрине бұл жақсы. Медитация қуаныш көзі болу керек. Сондықтан өз қарқыныңызбен жүріп, процестен ләззат алыңыз. Ал егер жаттығу ауыртпалыққа айналса, тоқтатыңыз. Медитация жасауға тырыспаңыз. Ойлар мен сезімдерге сезімтал болыңыз. Сіздің ішкі дүниеңіз үшін өзгеру процесі біртіндеп жүретінін есте сақтаңыз. Бір тамшы ештеңені де өзгертпейді. Бірақ тамшылар қайта түскенде кішкене ағын пайда болады. Содан кейін ол көл болады. Соңында бүкіл тамшы мұхитқа айналады. Ол тыныштық пен айқындық, саналылық пен махаббат мұхиты. Үнемі медитациямен айналыса отырып, сіз тыныштық күйін сезінесіз. Сіз өзіңізге өзіңіз қолдау көрсетесіз. Өз потенциалыңызды толық іске асырасыз. Сабырлық танытып, процеске сеніңіз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі медитация осы сәт және дәл қазір туралы болмақ.